Қызылорда халқының гептилден жапа шеккені расталатын болса, Роскосмос өтемақы төлеуге дайын. Ресей Федералды ғарыш агенттігінің басшысы осылай деп мәлімдеді. Енді еліміздің қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау министрліктері алдағы бір айдың көлемінде халық арасында гептилдің зардабын тартқан тұрғындарды анықтамақ. Қазақстан мен Ресей өкілдері бірлесіп өткізген кеңесте тараптар тағы да қандай мәмілеге келеді. Сол өңірге барып келген тілшіміз Нұрболат Туыспайұлы толығырақ тарқатып береді. Бұл шілденің 2 күні болған оқиға. Ғарышқа ГЛОНАСС-М аппаратын алып ұшпақ болған Протон әуеге көтеріле бере жарылып, жерге сұлап түскен болатын. Қазақ даласына зәрін шашқан гептил күні бүгінге дейін халықты сары уайымға салып келді. Әсіресе ғарыш айлағына жақын орналасқан Төретам, Ақай аудандары мен Байқоңыр қаласының тұрғындары әбден әбігерге түсті. Қазғарыш агенттігінің төрағасы бұл Ресейдің ішкі шаруасы дегенімен жағдайға Қазақстан үкіметі араласуға мәжбүр болды. Вы понимаете, да, когда там Протон құлаған есі білгенде адамдарға ол оңай болған жоқ. Бұл хабар төбеден жай түсіргенде әсер еткен болуы да мүмкін. Өзіңіз ойлап көріңізші, есік терезелеріңді қымтап, үйден шықпай отырыңдар деген бұйрықты естігенде бұған кез келген адам шошып қарайды. Ауаға газ тарады, далаға шықсам уланам деп ұғатын адам құрған жерім осы екен деп қауіптенеді. Қарапайым халық оны сіздерге жеткізе алмайды. Сондықтан бұл жағдайға біз алаңдап отырғанымыз рас. еще раз говорю, любой ущерб для... Біз кез келген шығынды өтеуге дайынбыз. Зымыранның өзі сақтандырылған. Егер халық арасында гептилдің зардабын тартқан адам анықталатын болса, өтемақы төлеуге әзір екенімізді айтқым келеді. Протонның зиянды отынмен жұмыс істейтіндігі белгілі. Келешекте олардың ұшырылымын қысқарту керектігін меңзеген Сағынтаев залалы аз зенит зымырандарына қашан көшпек ойлары бар екенін сұрады. Бұл кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын жұмыс істеген Поповкин 2018 жылға қарай бір жаңалықтың боларына үміттендіріп қойды. Енді бір қызық жайт Қазақстанның экология туралы кодексі. Байқоңырды жалдап отырған ресейліктерге бұл заң жүрмейді екен. Осыған орай еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрлігі екі елдің арасында бұрыннан бар келісімге қосымша құжат енгізуді ұсынып отыр. Ал өңірдегі қазіргі экологиялық ахуалға келсек, мамандар қауіп жоқ деп сендіреді. Осы айдың 23 күні осы детоксикацияның нәтижесін тексеру жұмыстары басталды. 23 күні алынды, 26 күні алынды. Осы нәтижелердің көрсеткіші мына құлаған воронканың маңайындағы ластану аймағы 4 есеге азайғаны белгілі болды. Құлаған жаңағы воронканың айналасындағы аумақта ластану аумағының 5 есеге азайғаны көрінді. Енді экологияға ғана шығын келіп қойған жоқ, бұл адам өміріне де қауіпті деп айтады. Сол компенсация мәселесі. Өйткені бұл күнделікті бүгінгі ғана құлаған ракетаның зардабы емес. Бұл осы жерде тұрып отырған біздің азаматтардың, Қазақстан халқы азаматтардың қанша жылдан бері осы космодром бізге пайдаланып келді. Әрбір ұшқан ракетаның ол зиянды болады әрине. Сол себептен осындай жағдайды халықтың өршіне айтып отырған нәрсені біз мына үкіметаралық келісімдерге қол қойылатын кезде сол соглашенияларға соның ішіне кіргізуіміз қажет. Кеңесте министр Нұрлан Қаппаров бір айдың көлемінде гептил мәселесіне қатысты проблема түбегейлі шешіліп қалу ғажап емес деп қалды. Әзірге ресейлік тарапта болашақта гептилдің зардабы болмайтынына ант су ішкендей болып отыр. Нұрболат Туыспайұлы, Берік Ақтан, 24 KZ, Байқоңырдан.